Seni sağımda şarşat. Okuy alasыз ба? Не деп жазылған? Елге көмек. Қайырымдылық қорынан Құндыз бен Назгүлге баспана. Сіз уайымдамаңыз, осы үйдесіз, Жепепкен қарамағындасыз. Бірақ Алматы қаласында Кемертоғанда біздің салынып жатқан баспананың иесісіз, бір баспананың иесісіз. 10 отбасы тұрады ол жерде, соның біреуінің иесісіз. Соның кілтін табыстап кетейін деп, мені сіздерге керемет сыйлық алып келдік. Өздеріңіздің үйлеріңіз бар енді. Не айтамыз ағаларға кәне? Рахмет. Құрметті қазақ елі, уайымдап жатқан бүкіл қазақ еліне алғысымызды білдіреміз. Назгүл мен Құндыздың тағдыры туралы барша қазақтың жүрегі ауырды деп ойлаймыз. Осы қиын жерден алып шыққанға, Руслан Өтепбай бауырымызға, Жанат ханымға, көреңіз бағдарламаларына алғысымызды білдіреміз. Ағасына арнайы айтарым сәлемдемем, аға жеңгесіне бірінші Алладан кешірім сұраңыздар, ешкімге мынандай қиянат жасамаңыздар, қазақ елінде тек жақсылық болсын. Уайымдамаңыздар. Біздің қыздардың қазіргі жағдайы Аллаға шүкір, Жепепкеміздің үйінде Тараз қаласында, бірақ керемет баспананың кілтінде табыстап жатырмыз. Құрметті қазақ елі, жанашырларымыз, қыздарды баспаналы болып жатыр, және қыздарда телефон жоқ екен. Алла қаласа біздер қазір қаражатын беріп кетеміз Данапкемізге. Данапкеміз өзі керемет телефон алып береді. Сондықтан уайымдамаңыздар, қыздардың жағдайы болашақта енді жақсы болсын. Құрметті қазақ елі, жанашырларымыз, қыздарды баспаналы болып жатыр, және қыздарда телефон жоқ екен. Керемет телефон алып береді. Сондықтан уайымдамаңыздар, қыздардың жағдайы болашақта енді жақсы болсын. Қарайлап тұрамыз, барша қазақ еліне алғысымызды білдіреміз. Алла разы болсын. Осы қыздардың тағдырын елге айтқан сыныптастарына сіздерге шынайы алғысымызды білдіреміз. Біз білмей жатқан тағдырлар өте көп, сондықтан әр қазақ біздің жалғызымыз. Ешкім уайымдамасын, ешкім қазақ елде бұндай жағдай болмасын. Оқи аласыз ба? Не деп жазылған? Елге көмек. Қайырымдылық қорынан Құндыз бен Назгүлге баспана. Сіз уайымдамаңыз, осы үйдесіз, Жепепкен қарамағындасыз. Бірақ Алматы қаласында Кемертоғанда біздің салынып жатқан баспананың иесісіз, бір баспананың иесісіз. 10 отбасы тұрады ол жерде, соның біреуінің иесісіз. Соның кілтін табыстап кетейін деп, мені сіздерге керемет сыйлық алып келдік. Өздеріңіздің үйлеріңіз бар енді. Не айтамыз ағаларға кәне? Рахмет. Құрметті қазақ елі, уайымдап жатқан бүкіл қазақ еліне алғысымызды білдіреміз. Назгүл мен Құндыздың тағдыры туралы барша қазақтың жүрегі ауырды деп ойлаймыз. Осы қиын жерден алып шыққанға, Руслан Өтепбай бауырымызға, Жанат ханымға, көреңіз бағдарламаларына алғысымызды білдіреміз. Ағасына арнайы айтарым сәлемдемем, аға жеңгесіне бірінші Алладан кешірім сұраңыздар, ешкімге мынандай қиянат жасамаңыздар, қазақ елінде тек жақсылық болсын. Уайымдамаңыздар. Біздің қыздардың қазіргі жағдайы Аллаға шүкір, Жепепкеміздің үйінде Тараз қаласында, бірақ керемет баспананың кілтінде табыстап жатырмыз. Құрметті қазақ елі, жанашырларымыз, қыздарды баспаналы болып жатыр, және қыздарда телефон жоқ екен. Алла қаласа біздер қазір қаражатын беріп кетеміз Данапкемізге. Данапкеміз өзі керемет телефон алып береді. Сондықтан уайымдамаңыздар, қыздардың жағдайы болашақта енді жақсы болсын. Ымырай, жауабы жоқ сұрақ бедің. Қалайша бұл өмірге жылап келдім. Аналық ақ сүтінен ауыз тимей, таусылдау күндіз түні жылап демім. Үйінің дөрі маған қимадым ба? Жоқ әлде дүние мүлік жинадым ба? Сыйғанда дүние мүлік неше түрлі. Кішкене бір бесігін сыймады ма? Өлімге мен бейбақты қимадым ба? Болса да өзге жанға сыйладым ба? 9 ай қуысағына сүйбедім, дүние құшағына сыймадым ба? Аға әпкелер, сіздерге Аллах тағала разы болсын. Жобаларыңыз биіктерден көріне берсін.
денсаулықтарыңыз мықты болсын, ешқашан ауырмаңыздар. Жанкүйерлеріңіз көп болсын. Аумин.